Армысыздар, Кербез арнасының тыңдармандары. Бүгін сіздердің назарларыңызға Жансая Есмағанбетованың «Тірі өлік» әңгімесін ұсынамыз. Әңгіме ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнамызды қолдау мақсатында біздің арнамызға тіркеле кетіңіздер. Тағдыр тым қаталақ. Бірде бауырына басып еркелетсе, бірде өгей баладай өзектен тебеді. Кей сәтте жүрегіңді тілгілеген ащы өксікке қарамастан жарға жығады. Бірақ бұдан шығар жол бар. Егер екі иығыңнан қанды шеңгелін сығымдап, тұқырта салған тағдыр тезінен құтылар күш тапсаң әрине. Көше бойлап ілбіп келеді. Құр сүлдері ғана қалған. Суалған жақ, ажары кеткен әрсіз жүз, үстінде көптен бері су көрмеген ескі кір көйлек. Кенет күтпеген жерден мұны көре сала кішкене балалар тас атып мазақ қыла бастады. Бірақ қорғансыз әйел селт етпеді. Өйткені жүзінде өкініш, өзегінде мұң ұялаған, ол үшін ендігі өмірдің мәні жоқ еді. Бәрі жақсы болатын. Алаңсыз жастық, мөлдір махаббат, алыс арманға қол созған сұлу бойжеткен. Бірақ бір сәтте бақытты ғұмыры бұлдыр елеске айналғандай. Көз ұшынан сағымдай қол бұлғап алыстай берді. Ол Саматпен бақытты болатын. Қарапайым ғана қара торы жігіттің мұның жүрегін қалай баурағаны белгісіз. Мүмкін мұның ерке қылығына әркез кешіріммен қарайтын кең пейіл мінезі болар. Әлде ақ көңілділігі ме, әйтеуір бұл дегенде жүрегі елжіреп сала беретін. Бірақ сезімі әлсіздік танытты. Осалдық танытпаған шығар-ау. Жалғыз басты жетім жігітті менсінбеген өрекпе бастық әкесінің дегенінен әрі аттап баса алмады. Жылады, сұм тағдырға лағнет те айтты. Бірақ уақыт емші екен, көндікті. Кейін сөзі сұлу, тілі майда еріктің етегінен ұстады. Ал Самат бір жылдан соң жол апатынан қайтыс болды. Ақыры мұның шын көңілін білместен ақ кетті. Уақыт өте берді. Екі баланың анасы атанды. Енді алаңсыз, шаңырағынан сәби күлкісі үзілмейтін бақытты отбасы болармын деп ойлаған. Бірақ тағдырдан алар сыйы жалғыз ол емес екен. Күндіз-түні жұмысының көптігін айтып сылтаурататын күйеуін көңілдесімен ұстап алды. Ажырасты. Жан бағып екі баласын асыраймын деген оймен түрік фирмасына жұмысқа орналасты. Өзге орта, өткенін ұмыттыратын алыс жер. Қырсық бір айналдырғанды шыр айналдырады екен. Шайтанның азғыруына еріп, өз қолымен от көседі. Тағдырдың мазағынан адамның озбырлығы жаман екен. Түбі бір түріктердің арсыз нәпсісінің, бір сәттік арзанқол құмарлығының жемтігі болған ол былыққа белшесінен батты. Кейін көкірегін жегідей жеген ой оны айықпас дертке шалдықтырды. Ілбіп жүре берді. Бірақ аяғы құрғыр икемге көнбей сүрініп кетті. Ол орнынан тұрғысы келмеді. Апай, мен қорқамын. Түрі қандай қорқынышты еді. Қозғалады, тірі сияқты. Байғұс бүрсіп жатыр, тоңған шығар. Құдайдың қаһарына ұшыраған әйел ғой. Қайтсын енді, балалар үйіне ұлдарын көруге келген ғой. Ананың аты ана, не дегенмен деп дабырлаған бір топ адамның шуылынан оянып кетті. Домбыққан көзін ашуға тырысты. Ұмтылып орнынан тұрғысы келген, бірақ ол әрекетінен түк шықпады. Қолын қасына келген ұзын бойлы жасөспірімге созған күйі талқысып кетті. Бұл оның үлкен ұлы Самат болатын. Ол бақытсыз, баянсыз махаббаттың жанды естелігі еді. Авторы Жансая Есмағанбетова. Оқыған Кенже Бейсен.